Баршаңызға сәлем бердім достар. Мен бүгін сіздерге осындай өте дәмді оңай жасалатын сүзбелі булочканың рецептін ұсынамын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ керемет болып шығады. Сіз де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа қол келмейтіндей ыстық сүтті құямыз. Оның үстіне тұзды, қантты, ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның описаниясына жазып қалдырамын. Көріп тұрғандарыңыздай аз ашытқыны қолдандым. Осындай аз ашытқының көлемімен де нанды жылдам ашытып шығаруға болады. Оны қазір видео барысында сіздерге жақсылап көрсететін боламын. Сұйық майдың жартысын салып жақсылап араластырамыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып лайк басып, менің каналыма тіркеліп пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Соңында оның бәрін салып қолға жабысатындай жұп-жұмсақ қамыр илеу қажет. Қамырды илеп болғаннан кейін сұйық майдың қалған бөлігін қойып, қайтадан бір қайтара илеп жібереміз. Ең соңына бетіне аз ғана сұйық маймен жақсылап жағып шығамыз. Енді осы аз ғана ашытқының көмегімен илеген нанымыз жылдам көтеріліп шығу үшін осы әдісті жасау қажет. Нан илеген ыдыстан да кішірек ыдысты алып, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Оның үстіне нан илеген ыдысты қойып, бетін салафан пакетпен жақсылап ауа кірмейтіндей жабамыз, және де матамен немесе сүлгімен жақсылап ауа кірмейтіндей орап тастаймыз. Ал енді булочканың салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбенің үстіне ванильді қантты және жұмыртқаны салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Мінекей, біздің нанымыз да керемет болып, күшті болып көтеріліп шығыпты. Енді осы қамырды столдың үстіне азырақ ұнды сүйіп, оқтаудың көмегімен тіктөрт бұрышты формасында шамамен 2-3 мм қалыңдықта жаямыз. Жақсылап жайып алған қамырдың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған 72 немесе 82% сары майды жақсылап жағып шығамыз. Оның үстіне сүзбелі салманы видеода көрсетілгенде жағып шығамыз. Және видеода көрсетілгенде рулет тәрізді орау қажет. Оралған рулетті видеода көрсетілгенде тігін жіптің көмегімен жақсылап бір тегіс етіп кесіп аламыз.
кесіп алған булочкаларды противеньге орналастырамыз. Және жұмыртқаның сарыуызына бір қасық сүтті қосып жақсылап араластырып, барлық булочкалардың бетіне жағып шығамыз. Дайын болған булочкалардың бетін салафан пакетпен жақсылап жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Мінекей, жарты сағат өтті. Енді осы булочканы алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша шамамен 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, булочкалар пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Дәміне сөз жоқ, отбасыма өте қатты ұнады. Сіздермен бірге болған Қайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.